Исеков Қанат Мәкенұлы, осы жердің тумасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Құралай ауылынікі. Осы Құралай ауылының орталау 9 жылдық мектебінің технология пәнінің мұғалімін. Осы мектепте уже міне 20 жылдан асып кетті. Балаларды шеберлікке, өнерге үйретіп жатырмыз. Менің шеберханама келіп, қонақ болып келгендеріңізге көп рахмет. Қош келдіңіздер. Әкелерімізден, аталарымыздан көріп, үйреніп, қандай да бір өзімізде сондай іште талпыныс, сұраныс болған сияқты. Ағаларымыздың алдында сол көріп, үйреніп, жүгөн істеп, ноқта істеп, соларды әшекейлеп, осы қамшыларды өріп, таспа тіліп, аталарымыздан қалай істеді, олар енді қарапайым қазіргідей енді бізде не болмаса да, тек қана сол өткір пышақтың жүзімен ғана осы таспаларды қиып, көз өлшемімен соларды істеп көрсететін. Сол көрсеткеннен біз де үйреніп алдық. Балаларды жастайынан еңбекке тәрбиелеген ол маңыздығы зор. Егер бала өз еңбегімен табатын болса, тамағын, ол ертең ешкім айтқанда ата-анасына қарап отырмай өзі ақшасын табатындай болады. Сол өз қолымен істеп, сол ағашын жонса да, осы міне қайысты илеп, қайысты өріп істесе де, саз балшықтан жасаса да, ол өзі білет, құнын білет. Істеген затының, істеген нәрсесінің құнын білетін болады. Оны ертең ол бағалай білетін болады. Бітіріп кеткен балалар, олардың ата-аналары кейде алғысын айтып атады. Осы сіз үйретіп едіңіз, көрсетіп едіңіз, сол жолы өзімнен асып кеткен сияқты сол балам деп кейде айтып кетеді. Күрек саптаудың өзі, балта саптаудың өзі, балға саптаудың өзін кейде ата-анасы келіп, маған бір ата-ана ризасын білдірді. Саптап атыр едім дейді. Енді күрегім дейді, былай да айнала береді, былай да айнала береді дейді. Не келтіремедім. Сосын балам келді, кішкентай балам келді дейді. Ағай бізді былай үйреткен деп дейді. Саптап берді. Енді ұстасам дейді. Ыңғайлы дейді. Айырымды айналмайды. Не? Ұпыңда дейін соғысып. Дұрысын көрсетсең, бала қағып алады, үйренеді. Өмір бойы ұмытпайды. Бір көріп, бір істегеннен кейін ол ұмытпайды ешқашан. Қамшы өріндегі салт қамшының несі, міне 8 таспалы қамшының, салт қамшының өріп жатырмыз. Оны арнайы иілген қарамалдың терісінен соны илеп, содан кейін оны мінекей илеп тазалап неткеннен кейін таспаға кесеміз. Таспаға қазіргі кезде бәрін өлшеп, әр оқушы өзі өлшеп, қиып, содан кейін өрет. Негізінен әсемдік үшінде, бірақ қолдануға да арналған осы салт қамшыларды істеп, мүмкін болса ақша да істеуге болады, сатып. Кейбіреуінде оқушылар неге сыйлыққа тартамыз, кейде оқушыларға өздеріне нетіп басынан аяғына дейін істейді, өздері үйлеріне алады балалар. Енді біз солтүстік өңірде тұрғандықтан біздің негізгі ағашымыз енді қайың, үйеңкі, қайыңды енді терек бар, ойып енді астау жасасақ та, түрлі қайыңның безінен түрлі ою, мысалы статуэткалар дейміз, не болмаса ожау, ішкі өрнегін көрсететіндей істейтін болсақ, онда сондай қайыңның безінен картиналарды жасайтын болсақ, онда уже теректен, қайыңнан жасаған олардың енді өзектері көрінбейді, сондықтан әдемі шығады. Қарағайдың енді бүкіл сызықтары, өзектері көрініп тұрғандықтан олар ең жақсысы енді қайың. Үйеңкі өте, оның да өзегі көрінбейді, бірақ та оның өңдегенде жақсы, бірақ өңдегенде сондай қатты болғаны
ол мына музыкалық аспаптарға мына қобыз жасауға өте жақсы. Қобыз жасағанда сол үйеңкіден жасаса өте жақсы не аспап шығады деп ойлаймын. Дауысы да бәрі де жақсы. Арманым еді қобыз жасау. Қалай істерімді білмей жүрдім. Бұл менің енді үшінші қобызым. Біреуі аудандық мұражайда тұр. Ол екі Қосшанақта. Сосын осындайдың біреуі көрші ауылда бір қобызшы әйел бар, келіншек. Сол кісіге мен сыйға тартқанмын. Ол кісі өзі скрипка тартады, не еді. Бір барғанымда комиссияда отырып, мен комиссия болып бардым. Сонда ол кісі маған арнап скрипкамен өлең айтты. Содан кейін енді мен нетпеймей, енді сол кісіге нетем деп, енді уәде етіп қойғам, сосын сол қобызды соған бердім. Мынаны мен содан кейін істедім. Қобыз енді негізгі міне шанағы, басы, алақаны. Сосын міне бәрі ағаштан, үйеңкі ағаштан жасалған шектері бізді қылдан жасалады. Жылқының қылынан шанағын ешкінің терісінен жидетіп, соның жүнін түсіріп, содан керіп, тартып. Бірінші жасағанда осыны қалай нететінді, осы араны білмедім мен. Шын айтқанда қалай істерімді білмедім мен. Көрген емеспін, көрген нәрсем еместі. Мен жобалап білдім енді қалай екен. Мынаны білген жоқпын. Шын айтқанда осы маған түсіменді. Түсіменді осылай тартқан. Осылай жаптым, істеп болдым. Бір жұмадан кейін телевизордан оркестрді көрсетті. И сонда дәл осылай жауып тұр екен. Бұл жасауға бір енді кептіруі бар, бір 2-3 ай істелінеді. Азап жобалап істеп қойасың, сосын кептіріп неткеннен кейін өңдеп, шлифовка, полировка деген сияқты соның бәрін нетіп. Мен бұдан енді бояп неткен жоқпын, өзінің несімен қалды. Екінші қыл, содан кейін мінекей не? Екінші қыл. Дауысы. Анау Қосшанақтың дауысы мүлдем бұдан да зор болды. Ол үлкенірек те. Мен де оның шын айтқанда дыбысын шығара алмадым. Бәрін істеп қойдым, жинап қойдым, осы арада жатты. Осы арада жатты, мен істей алмадым, дыбысын шығара алмадым. Неше түрлі қылып неттім, болмады. И как раз мен районға, облысқа неге кеттім, жарысқа кеттім де. И жарыста жүріп, бір әңгіме туып, жігіттермен сөйлестіріп. Сосын бір орыстың шалы. Шалы, что, не знаешь, дейді маған. Мен білмеймін. Канифолю маж, дейді. Ненің? Қарағайдың ағып тұрған балын. Қарағайдың балын жақтады. Петропавлдан келдім де, тура осында келдім. Келдім, жақтым да, тартып алғанда, осы арадағы дауыс бүкіл спорт залда алып кетті дейді. Бүкіл спорт залда ойнап атқан бүкіл балалар жүгіріп келді осы араға. Ағының дауысынан, зорлығы. Өзім тарту білдім, осы дауыстың өзін маған бір кісіні үйтіп, бір тартып тұрады қандайда. Осы қобыздың дауысы, и мына үскірік ненің дауысы, бір сондай несі бар. Бір қасиеті бар ма, бір күші бар, жақсы. Кісіні тартатын. Бәрі ойда жүреді, енді сызып, кейде сызып нетіп қоямыз, жазып қоямыз бір жерге, қағазға неге, содан кейін негізінен бәрі ойдан алынады. Жаңа мен айтпақшы, түсіме көргендей, сол бәрі ойдан келе береді, істей берсең, шыға береді. Өткен жылы енді балаларға кішкене не болсын деп, оқушы балаларымызға сабақта не болсын деп, осы жетіген деп айтамыз. Соны өзіміздің еңбек сабағында балаларымызбен бастадық, жасап көрдік. Қателестік, түзедік, сонымен жасап, өткен жылы облысқа неге конкурсқа барғам, тоже екінші орын алып келдік осы конкурста. Ол Қарағайдың жасалған. Енді көрген енді аспабымыз емес, бірақ та өзіміз енді жобалатып жасадық. Оюларын, балалар асықтарын да нетті, жинап. Сатып алатын ештеңе жоқ, клейден басқа. Осы арада бәрі өзімізді бар материал, ағаш, негізінен қарағай ағашы. Бет
мына дека дейміз ғой, бет тақтайы. Жандарын бәрін сол желіммен желімдеп, нелерін бұрайтын, нелерін бәрін қайың ағаштан, қатты ағаштан, мына нелерін бәрі қарағайдан. Бұндай аспап бүкіл түркі тілдес халықтың көбінде бар. Башқұрдарда бар, өзбектерде бар, қырғыздарда да бар, сосын мынау қиыр шығыс елдерінде де бар, нелерде, Қытайда бар, Вьетнамда бар осындай инструмент. Бізде де міне осы жетіген. Бізде енді жетіген деп, енді біз жетіне ғана салдық. Жеті шек қана қойдық. Негізінен ол кейде 20, 1 сондай не болады, 14 па сондай шектермен болады, әртүрлі болады. Біз енді жетісін ғана, жетеуін ғана қойдық. Соны жасап. Әр бала, міне өзіміздің балаларымыз, сондай жақсы әдемі әсем бұйымдар істегеннен кейін, өздері көрмелерге барғанда, не болмаса тағы бір балаларымызды апарып отырамыз. Негізінен біз енді облысқа, облыс көлемінде, аудан көлемінде түрлі осындай семинарлар, көрмелер болып тұрады. Сонда апаруға тырысамыз. Алып шығып, ата-аналардың көмегімен, көмекші нелеріміз бар, спонсорларымыз, сол кісілердің көмегімен апарып көрсетуге тырысамыз. Көбірек бір бала болсын апарып, өткен жолы мен екі рет облысқа апарып келдім балаларды. Өте жақсы әсер алды, осындай видеоға да түсірді, киноға да түсірді. Өте жақсы балалар әсер алып келді. Ең жақсы енді жетістігіміз енді республикада 2 рет орын алып келдік. Екеуінде де 3-ші орын алдық. 3-ші орын алдық. Бірінде біз осында міне саз сырнайы жасаудан тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған республикалық біз облыста жеңіп шықтық та, сол көрмеге, республикалық көрмеге апарып, сонда біз 3-ші орын алып келдік. Алтынбек деген 7-ші классқа оқиды. Неге апардық? Практикум. Сол барған бетте жасайтын. Материал любой, только теманы ғана береді, тақырыпты ғана береді. Біз барғанда тақырып желаю вам, бітті. Енді соны ашу керек болды. Біз енді материал любой дегесін, енді біз положениеде солай болды. Біз осы саз балшықты жаңа істеп жүргенбіз, соны ала бардық. Енді жобалап, енді несін еттік, и жасады. Жасап, неткенде мұғалім қатыспайды. Мұғалім тек басқа оқушының алдында бола алады, көріп, қарап отыра алады. Но өз оқушының алдында емес. Сонда жасап, біз қорғап, 1-ші орын алдық. Еще біз мақтау несін алдық. Ең жақсы біздің картина біздікі болып шықты. Художественный лицейден бәрінен болды. Біздің сүгірет өте жақсы. Сондағы баламның қуанғаны, секіріп. Жас қана ғой, 7-ші класс қана оқып жүрді онда. Нешеде? 12-де ғана болды бала. 12-13-де ғана. Шыдай алмайды. Ағай, бізді айтпай ма? Енді олар ең соңында айтады онда. 1-ші орын алғанда ең соңында береді. 3-ші орын, 2-ші орында беріп атыр. Біз жоқ, аға біз жоқпыз ғой, аға біз жоқпыз ғой. Бір кезде 1-ші орын деген Ғабдулла Алтынбек дегенде секіріп, жүгіріп барып алып. Сондай жағдайлар болатын. Жаңа бір балам далада жүр, ол Шыңғыс деген. Менің өзі оң қолым бүкілдені. Өзі кішкентай кезінен оң қолым дейтінмін, сол оң қолым, сол келіп көмектесіп, бірдеңе ұйымдастыру кезінде соған айтам. Ол бәрін дайындап, нетіп, көмектесіп. Қыздардың өзі мәнінде сабақта істегенде жақсы істейтін міне. Жаңа филигран дейді. Сыммен қаптеу. Филигранный не. Соны менде қыздар істейтін, ол жақсы істейді. Мінекей өткен жылы міне жіппен, сондай нені міне жіппен жасадық. Жіппен ғана әр көрмеге бір дайындалғанда бір жоқ нәрсені іздестіреміз. Жоқ нәрсе. Мынау бар ма? Бар.
одан біз шыға алмаймыз. Енді одан асып, басқа біреулерден асып кете алмаймыз. Неге сен кейбіреу сонымен ғана айналысады да, оны кесте болсын, тағы құрақ көрпе құрап неткенде олар бізден аспайды. Біз енді көбінесе жоқ нәрсені іздейміз. Сонда жақсы бағаланады, және как бы өзіміз жол салғандай боламыз. Өткен жолы біз міне мынаны апардым облысқа. Бұл екінші орын алды осы жұмысымыз. Яғни өткен жылы тоже жаңа жылға дайындық. Сурет, картиналар саламыз ғой. Сурет плакатқа. Тоже бағаланбайды. Енді жай жіптер бар да, сол қалған жіптер. Солардан бір 2-3 сағаттың ішінде суретті дайындап шықтық. Біз бірінші орын алдық. Бәрін жіппен, шегемен жіппен, ит жылы да бәйтерегімізді салдық. Экспоның несін келтіріп, сол бәрін осы келтірдік. Зато былай айтқанда жақсы бағаланады. Рухани жаңғыру ол тоқырау заманы дейміз. Содан кейін ұмыт қалған нәрселерді, ұмыт қалған біздің тарихи құндылықтарымызды жаңарту. Састырнайдың өзі өзіміз оқушыларымыз жасап көрсетіп жатыр. Бұның бәрі бар нәрсе. Бірақ та біз қайда уақытта жоғалтып алған болдық. Енді мінекей қазір енді осыларды балаларымыз ойнай алмаса жасай біледі. Осыларды міне өрнектеп, әдемілеп, қайдан жасалды, неден жасалды, не үшін керек екенін осылардың бәрін біледі қазіргі кезде. Міне үскірік деп атаймыз. Мынау састырнайға ұқсас. Састырнайды енді біз білеміз. Отырарда қазба жұмыстары кезінде бір мұғалім тауып алған. Содан міне қазір осыларды бәрін нетіп, қазір уже оркестрда ойнап жатыр. Өткен жылы оқушылармен аудандық мұражайдың қатысуымен біз облыста жерлестер кездесу несі өтті. Форум. Сол форумда біз қатысып, біздің 2 оқушымен бардым. Сонда бізге енді айтқанда састырнай жасау несін көрсету керек, қышпен жұмыс істеу несін көрсету керек болды. Сол жасау кезінде бізге сол форумға біздің жерлесіміз атақты енді скрипкашы Жәмила Серкебаева да қатысып, сол кісі келіп біздің жұмысымызды, оқушыларымыздың жұмысын кеп бағалады. Бағалап, көріп, таң қалып, сол сәтте бізде өзіміз ол кісіге осындай бір үскірігімізді, сыртында мынандай жазуы бар да, Құралай деген жазуы атымен осындай бір үскірікті сыйға тарттық. Ол кісі басын аздап тартып көрді да, кәдімгідей бір мелодияны алып шығып, содан кейін өзіне бұл маған менің талисманым болады деп, соны қуана қабыл алды бізден. Біз де сол жерден де қуанып қалдық, мәз болып. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Қазақ хандығы деген мынандай картина. Енді бұл газеттерде нелерде шықты. Осыны біз жасап теріге сиян бояу арқылы көрсеттік. Осы суретті мінекей оймыштау арқылы, металды оймыштау дейді. Гравировка. Бұнда да мінекей Қазақ хандығының суреті көрсетіліп тұр. Негізінен Венгрия Кечкемет деген қалада музейінде тұрған сурет сүйектен жасалған екен. Соны мен бір жарысқа барғанда маған бір не берді, сыйлыққа кітап берді. Сол кітаптың ішінен бір кішкентай ғана сурет бар екен. Соны көріп қалып мен содан енді өзіміз кішкене қосқан элементтеріміз бар. Бүркітті, тағы бір салт аттыларды өзіміз нелерді бәрін өзіміз кішкене қосып жердік.
оймыштау арқылы, металлды оймыштау арқылы жасаған. Содан кейін мінекей өткен жолы мінекей мына туындымыз, мына өткен жолы. Бұл туындымызда облыстық көрмеде екінші орын алып келді. Бұл сүйектен жасалған тоже. Мұнда да сүйектен де жасағанымызда бір технологиясын өзіміз енді ойластырып шығардық енді. Неше түрлі эксперимент жасап арқылы былай да істеп енді сүйектің өзін ою мынандай мүмкін емес. Бірақ та біз бір әдісін тауып, теріге осындай суреттерін салып, рухани жаңғыру деп сол суретке қарап тұрсаңыздар, бәйтерегіміз де тұр. Оның символы енді бүркітіміз де, содан кейін жан-жақтан мінекей әр өлкеге былай айтқанда сай суреттерінің несін бейнелеп қойдық. Осы оқушыларымызға, балаларымызға қазақтың көне былай айтқанда атадан балаға келе жатқан, беріліп келе жатқан осы дәстүр, осы еңбек, осы шеберлік, білім деуге болады. Осыларды бәрін балаларға дәріптеп, көрсетіп, үйретіп, біріне болмаса біріне азық болсын деп, ертең олар өз балаларына беретіндей қылып үйретіп жатырмыз. Егер бір нәрсені таныстырғың келсе, ол туралы айтып қана қоймай, оны көрсет, суретін салғыз, және мүсінін істесін. Мағжан Жұмабаев.